Бейбіт күннің батырлары. Балқаштық өрт сөндіруші 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Мерекелік апта. Балқашта металлургтер күні кең көлемде атап өтілмек. Балқашта металлургтер күніне орай бірнеше мерекелік іс-шаралар өткізіледі. Қазақмыс Мелтинг өз қызметкерлеріне сан түрлі мәдени шара дайындаған. Шараның шымылдығы 12 шілде күні цирк қойылымымен ашылады. Ал дәл сол күні 20:30-да сахнада белгілі қазақстандық әзілкештер өнер көрсетеді. Балалар үшін 13 шілде сағат 19:00-де би кеші жоспарланған. Сағат 20:00-де балқаштықтар Қаныш фильмін ашық аспан астында тамашалай алады. Көпшілікке әйгілі фильмдер мен сериалдардың музыкасын симфониялық оркестрде орындайтын BN Team оркестрі 14 шілдеде кешкі 8-де өнер көрсетеді. Сағат 21:30-да 16 қыз фильмі көрсетіледі. Ал 15 күні эстрада жұлдыздарының қатысуымен гала-концерт өтеді. Тұрғындар мен қала қонақтарына Луина, Әділет Жалғашар, Зелимба, Тұран Кэр және Таня Турлай мен Меховая 8-1 секілді әртістер мен эстрада жұлдыздары көңілді кеш сыйлайды. Балқаштық өрт сөндіруші төтенше жағдайда көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 8 маусым Абай облысында болған алапат өрт жағдайында көрсеткен ерлігі, әскери және қызметтік борышын орындау кезіндегі жан қиярлығы үшін 22 адам мемлекеттік наградалармен марапатталған. Оның ішінде облыстан төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері Бекболат Жиреновке ерлігі үшін медалі және Балқаштық Ильяс Қасымовқа 3-ші дәрежелі айбын ордені табысталды. 9 маусым күні Абай облысында болып жатқан табиғи өртке шығуға бұйрық келіп түсті. Келіп түскен хабарламаға шұғыл түрде Балқаш қаласының бөлімінен 6 адам болып шықтық. Келесі күні таңда біз сол өрт орнында болдық. 7 күн бойы сол аумақты сөндіріп, толығымен өрт аяқталғанша болдық. Ильяс Қасымов қаламыздағы 4-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі бөлімшесінің командирі. Қызметін 2015 жылы аға өрт сөндіруші қызметінен бастаған маман 2020 жылы бөлімше командирі болып тағайындалған. Қызыл жалында ауыздықтау жүректілердің жұмысы, күн сайын өлім мен өмірдің арасында арпалысып жүрген жандардың еңбегі ерлікпен пара-пар. Ел басына күн туса, ер етікпен су кешер деген халқымыздың даналық сөзі дәл осы мамандық иелеріне арналған іспетті. Қандай жағдай болмасын, адамдардың өмірін құтқару, көмек беру деген мақсат пен міндет біз үшін бірінші орында дейді өрт сөндіруші. Қабырғамызды қайыстырған Абай облысы Семей жеріндегі ауыртпашылыққа ортақтасып, қолымыздан келгенше бар күшімізді салдық деген ойын жеткізді. 5 шілде күні Астана қаласында вице-министр Ибрагим Күлшімбаевтың қолынан осы 3-ші дәрежелі айбын орденін алдым. Біз халық болып бірігіп жұмылып, еліміздің басына ауыр күн туғанда бір үлесімізді қостық деген ойдамын. Қала колледждеріне қабылдау комиссиялары болашақ студенттердің құжаттарын қабылдауда. Талапкерлердің таңдауына 7 орта кәсіптік оқу орны, оның ішінде 30-дан астам гуманитарлық және техникалық бағыттағы мамандықтар ұсынылады. Балқаш медициналық колледжі 7 мамандықты ұсынып отыр. Оның ішінде 3 мамандық бойынша грант қарастырылған. Ал ақылы негізде оқылатын мамандықтардың төлем мөлшері тамыз айының ортасында белгілі болады. Балқаш медициналық колледжі мектеп түлектеріне 7 мамандық ұсынады. Оның ішінде 9-шы сынып түлектеріне 2 мамандық мейіргерісі және лабораториялық диагностика, 11-ші сынып түлектеріне емдеу ісі мамандықтарына мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылдау жүзеге асырылады. Ал ақылы түрде білім алуға стоматология, фармация, гигиена, эпидемиология, акушер, емдеу ісі мамандықтары кіреді. Қоңырат шағын аудандағы мектептің 9-шы сынып түлегі Айхан Сымбат медициналық колледжге түсуге шешім қабылдаған. Оның бала кезінен келе жатқан арманы ақ халат киіп, адам жанының арашасы болу. Мен өз қалымен осы медициналық колледжге өз қалымен түсіндіріп жатырмын. Және өзімнің достарымды, құрдастарымды осы медициналық колледжге шақырамын. Мен осы медициналық колледжге емдеуші фельдшер мамандығына
түсейін деп жатырмын. Бұл мамандықты мен өзім 3 жылдан бері армандап, өзіме ұнаған соң таңдадым. Болашақта қолымнан келгенше адамдарға көмектескім келеді. Қосымша ақпарат бойынша Балқаш қаласы Желтоқсан көшесі 23 мекенжайы бойынша келуге болады, сұраңыздар. Жас түлек сізді медициналық колледжіне оқуға тапсыруға шақырамыз. Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы техникалық колледжінде 3 бағыт бойынша техникалық, педагогикалық, гуманитарлық мамандарды дайындайды. Таңдауда 17 түрлі мамандық қарастырылған. Айтып өту керек, педагогикалық мамандықтарға қабылдау 15 тамызға дейін, жұмысшы мамандықтарына 25 тамызға дейін, орта буын мамандарына 18 тамызға дейін, дизайнер мамандығына 20 шілдеге дейін, ақылы мамандықтарға 25 тамызға дейін құжаттарды қабылдау жүргізіледі. Сондай-ақ колледж студенттері үшін жеке жатақхана бар. Талапкерлер 4 мамандық бойынша құжат тапсыру мүмкіндігіне ие. Ал Балқаш сервис колледжі толықтай тегін оқуды ұсынады. Жалпы 3 жыл аралығында аспаз, кондитер, цифрлық жабдықты жөндеу жөніндегі слесарь, шаш стилисті және туристік агенттік дипломын алуға болады. Сырттан келген студенттер тегін жатақханамен және тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар бір курс бойы барлық студенттерге шәкіртақы беріледі. Келесі курсқа көшу барысында оқу озаты болып, жақсы көрсеткіштері бар болса, шәкіртақы берілу жалғасады. Мемлекет есебінен білім алуда Рахымжан Қошқарбаев атындағы колледжі 5 техникалық мамандық ұсынады. Сонымен қатар оқу тәмамдаған соң жұмыспен қамтамасыз ету қарастырылады. Қазақмыс корпорациясының политехникалық колледжі жалпы саны 110 орынды құрайтын грант ұсынады. Қазірдің өзінде 88 грант орны жас түлекпен толыққан. Оның ішінде техник металлургтерге 30 грант қарастырылған. Дәнекерлеу ісі бойынша 15-20 грант қарастырған, орыс тілі бойынша қабылданады. Техник механиктер, машина жабдықтау бойынша да тоже екі орысша қазақша топтар қарастырған 15 гранттан. Және техник электромеханиктер. Осы мамандықтар бойынша бізде биыл 110 грант корпорациядан бөлінген. Қабылдау жұмысы 26 маусымнан басталды, 20 тамызға дейін қабылдау жұмысы жүргізеді. Конкурсқа оқуға түсу үшін орта балл аттестатымен есептеледі. Орта балл аттестаты бірінші, екіншісі конкурсный балдар. Конкурсный балға биыл бізге мамандықтарға байланысты алгебра пәні, физика пәні және қазақ тілі, қазақ мектебінен келсе, орыс мектебінен келсе, орыс тілі қарастырылады. Мы выбрали мы этот колледж, потому что... Әрине, ең алдымен беделі зор болған үшін таңдап отырмыз. Әулетімізбен түсті металл техник металлургіміз. Қызымызды артымыздан еріп отыр. Бағыт-бағдар беруді аянбаймыз. Қызым оқуды жақсы тәмамдаған еді. Грантқа ұсынып отырмыз. Балқаш көпсалалы колледжі 16 мамандық, оның ішінде мемлекеттік тапсырыстың негізінде 5 грант ұсынып отыр. Оған компьютерлік аппаратура операторы, өңдеу құрылыс жұмыстарының шебері, 4-5 класты темір жол станциясының кезекшісі және жол инспекторы кіреді. Колледждерге құжат тапсыру ел бойынша бір бағыттағы ережеге сай бекітілген, яғни 3-4 суреті, 075 формасындағы медициналық анықтама, аттестат, ата-анасының төлқұжаты және түсуші баланың туу туралы куәлігі қажет етіледі.